ел болып тұңғыш өз президентін сайлады. Өз билігіміз өз қолымызға тиді. Өз байлығымызға өзіміз ие болуға айналдық. Тіліміз, дініміз, әдет-ғұрпымыз, салт дәстүріміз қайта оралды. Тарихта бар таңбасы, сақ пен ғұнның жалғасы, Түркиелінің ордасы, қазақ елім. Шекарасын мықтаған, болашаққа нық қадам, батыл басқан қотталам, қазақ елім. Қазақтың қойнауы құт жері дархан, кең байтақ көз жетпейтін жерім менің, таулы орман, жасыл жайлау көлім менің, бүгінде бар әлемге даңқың жетті, тәуелсіз Қазақстан елім менің. Көк байрақ желбіреген бүгінгідей, абыройлы да айбынды, беделді де берекелі, ынтымағы мен бірлігі жарасқан еліміздің тәуелсіздігі мәңгілік болғай. Әрі қарай Алтынбек өзің жалғасты. Рахмет Алтынбек. Әр отбасына татулық пен ырыс береке тілеймін. Отанымыздың игілігі мен жарқын болашағы жолында жаңа табыстар тілеймін. Алматы облысы, Қарасай ауданы, Іргелі ауылы, Лев Николаевич Толстой атындағы орта мектеп. Біз Мәншүк Мәметова атындағы орта мектептен челленджді қабыл алып, Кемертоған атындағы орта мектепке жолдаймыз. Құрметті қазақ елі, міне, көптен күткен, көптен бері аңсаған тәуелсіздігіміздің 30 жылдық мерейтойы құтты болсын!